Сабақтың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтау. Оқу мақсаты өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтау үшін ағзалардың өзіндік ерекшеліктерін қолдану. Біріншіден, биосфераның негізгі құрам бөлігі тірі организмдер. Экожүйе өзіне тән климаттық және географиялық ерекшеліктері бар. Белгілі бір тіршілік ортасы болып табылады. Экожүйе өзін-өзі реттейтін табиғи механизм. Өзін қажетті заттармен толық қамтамасыз етеді. Экожүйе бір-бірімен және қоршаған ортаның жансыз бөлігімен байланысқа түсетін ағзалардың өз-өздерін қолдай алатын жүйелер. Жалпы тірі организмдер ұқсастығы неде? Тірі организмдердің ұқсастығы ол тірі организм қасиеттерінде. Тірі организм қасиеттеріне өсу, қоректену, қозғалу, зат алмасу, тыныс алу, тағы да басқалар жатады. Экожүйенің құрамдас бөліктері ол продуценттер, редуценттер, консументтер. Алғаш рет экожүйе терминін 1935 жылы экологияға ағылшын ғалымы Тенсли енгізді. Өсімдік жасушасы жасуша қабығының жасуша шырыны бар вакуольдің хлоропластрдың болуымен ерекшеленеді. Оларға автотрофты қоректену тән. Автотрофтылар дегеніміз қоршаған ортадағы бейорганикалық заттардан фотосинтез немесе хемосинтез процесінің нәтижесінде тіршілігіне қажетті органикалық заттар түзетін. Организмдер химиялық реакциялар барысында босайтын энергияларды пайдалана отырып, органикалық емес заттардан органикалық заттарды синтездеуші ағзалар. Автотрофтылар, яғни ол продуценттерге жатады. Продуценттерге ол жаңағы жасыл өсімдіктер жатады. Консументтер. Консументтер ол дайын органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофты ағзалар. Бірінші реттік консумент ол бізде өсімдік қоректілер. Мысалы ретінде біз қоянды ала аламыз. Ал екінші реттік консумент ол бізде жыртқыш жануарлар. Мысалы ретінде біз арыстанды ала аламыз. Редуценттер дегеніміз ол органикалық қосылыстарды минералды қосылыстарға дейін ыдырататын организмдер. Латынша оны қалпына келтірушілер немесе деструкторлар деп атайды. Органикалық заттарды ыдырататын және оларды басқа организмдер игеретін биорганикалық заттарға айналдыратын ағзалар. Редуценттер биологиялық зат айналымының соңғы звенолары. Олардың қатарына саңырауқұлақтар, бактериялар, сонымен қатар өсімдіктер мен жануарлардың өлі қалдықтарын өңдейтін кейбір ұсақ түрде жатады. Егер де сулы ортада тіршілік ететін редуценттер болатын болса, онда судың биологиялық тұрғыдан тазаруына септігін тигізеді. Ал топырақ құрамында кездесетін редуценттер болатын болса, топырақтың құнарлығын арттырады. Келесі сіздерге тапсырма беріледі. Бұл тапсырмада анықтамалар беріліп тұр. Сол анықтамалар дұрыс па немесе бұрыс па екенін сіздер анықтау керексіздер. Бірінші тапсырма, біріншіде продуценттер ол автотрофтылар. Дұрыс па немесе бұрыс па? Жасыл балдырлар ол продуценттер. Дұрыс па немесе бұрыс па? Адамдар ол автотрофтылар. Редуценттер органикалық заттарды түзеді. Етқоректілер ол тұтынушылар. Консумент латынша консумо тұтынамын. Биорганикалық заттардан органикалық зат құраушылар. Биотикалық түрткіжайт паразитизм. Абиотикалық түрткіжайт жыртқыштық. Табиғи экожүйе ол бау-бақша. Ыдыратушылар бактериялар. Экотоп жанды табиғат компоненттері. Осы анықтамалар дұрыс па немесе бұрыс па екенін табу керексіздер. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада өндірушілер, тұтынушылар және ыдыратушылар берілген номер бойынша анықтап жазуларыңыз қажет. Өндірушілер, тұтынушылар және ыдыратушылар. Жүйелеу дегеніміз ғаламшарда жойылып біткен және қазіргі кезде кездесетін барлық жануарларды белгілі тәртіпке сәйкестендіріп ретке келтіру. Тірі ағзалар өздеріне тән ортақ сан алуан ерекшеліктері бойынша топтарға бөлінеді.
Барлық тіршілік иелеріне атау беру мәселесі швед ботанигі әрі дәрігер Карл Ленни шешті. Ол әрбір түрге 2 сөзден тұратын бірегей атау берді. Бірінші сөз тұқымдас атауы ретінде болады. Себебі ол бір туысты қалыптастыратын тығыз байланыстағы түрлерді анықтайды. Екінші сөз жеке атауы немесе аты ретінде атқарады. Себебі ол тек бір түрді анықтайды. Осылайша ғылыми атау үнемі 2 латын сөзінен тұрады және әрбір түр үшін бірегей болып табылады. Жануарлар мен өсімдіктерді жіктеудің негізгі бірлігі ол түр болып табылады. Жануарлардың жіктелуі түрден типке дейінгі әртүрлі таксондардың бір-бірін тәуелділігі. Түр құрылысы тіршілік ету ортасы ұқсас, өзара шағылысып ұрпақ бере алатын және белгілі аумаққа қоныстанған даралар жиынтығы. Түр өз кезегінде популяциялардан тұрады. Ал популяция дегеніміз белгілі бір ареалда ұзақ уақыт басқа популяциялардан оқшау тіршілік ететін бір түрге жататын даралар тобы. Түр дегеніміз жалпы ол жер ғаламшарындағы тіршілік атауларды желудің негізгі өлшем бірлігі болып табылады. Ол түрде бірнеше дарақтар болады. Олар өзара бір-бірімен еркін жұптасып, өзінен кейін ұрпақ қалдырады. Әр түрге жататын дарақтар бір-бірімен жұптасқанмен де соңынан ұрпақ қалдыра алмайды. Оған жылқы мен есектің жұптасуынан туған қашыр мысал бола алады. Қашыр ұрпақ бермейді. Карл Ленни жануарлардың жиілік топқа жіктеу кезінде негіз етіп түрді алды. Ол түрді туысты тұқымдастыларға, тұқымдасты отрядты классқа, класты типке, типтерді жануарлар дүниесіне біріктірді. Сөйтіп жануарлардың жіктеу мынандай қысқаша сызбанұсқа қалыптасты. Түр, түрден кейін туыс, туыстан кейін тұқымдас, отрядтан кейін класс, тип және жануарлар дүниесі болып тұрды. Жануарлар мен өсімдіктердің жүйелеу негізінен алғанда ұқсас. Жануарларды топтарға бөліп жіктеудің маңызы зор. Бұдан жануарлар дүниесінің қарапайым жәндіктерден омыртқалы жануарларға дейін құрылымы күрделене түсетінін нақтылау көрінді. Ғаламшарымыздағы 1,5 миллионнан астам жануарлар 2 топқа бөлінеді. Денесі ішкі қаңқа және омыртқа жотасы болмайтын жануарлар жәндіктер яғни деп аталады. Ал ішкі қаңқасы және омыртқа жотасы болса, олар жануарлар тобына жатқызылады. Ал жәндіктердің бір жасушалы және көп жасушалы дүние тармағы бар. Жануарлардың тек көп жасушалы болып келеді. Жануарлардың ұрығы дами бастаған кезде құйрық пен бас аралығында домбыра шегі тәрізді керілген желі байқалады. Сондықтан желілер деп те аталады. Жоғары сатыдағы жануарлар одан әрі даму барысында омыртқадан құралатын омыртқа жотасы түзіледі. Төменгі сатыдағы жануарлар желі өмір бойы сақталады. Жануарларды жеке-жеке атап түрге ажырату үшін оларды жіктеп жүйелейді. Швед ғалымы Карл Ленни айтып кеткендей, ағзаларға қосарлы атау тізімі ұсынды. Ол жануарларды жүйелеудің негізгі қалаушысы деп саналады. Карл Ленни жүйелік топқа жіктеу кезінде түрді негізгі бірлік етіп, бұндай қысқаша сызбанұсқа қалыптастырды. Түр, туыс, тұқымдас, отряд, класс, тип, жануарлар дүниесі. Басты бізде жүйелік санаттан басталады, яғни жүйелік санат белгілі бір туыстық дәрежесімен, құрылысын ортақ белгілерімен және функционалдық ерекшеліктерімен. Ғылымдарға келетін болсақ, қарапайымдылар туралы ғылым ол бізде процессология деп аталады. Эндомология ол жәндіктер туралы ғылым, малакология ол ұлулар туралы ғылым, эхтиология ол балықтар туралы ғылым, орнитология ол құстар туралы ғылым және териология ол сүтқоректілер туралы ғылым. Келесі тапсырмада сіздерге терминдер мен жүйелік санаттардың атауларын, олардың анықтамаларына сәйкес таңдайсыздар. Бұл тапсырманы қосымша сіздер берілген ссылка бойынша өтіп жасауларыңызға болады. Бұл тапсырмада сіздер яғни терминдарды, жүйелік санаттардың атауларын яғни табуларыңыз керек анықтамаға сәйкес. Үй тапсырмасына берілген ссылка бойынша бейнематериалды қарау.